Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Фариза Оңғарсынова. Тема сегодняшнего занятия Фариза Оңғарсынова. Сабақтың мақсаты Фариза Оңғарсынованың өмірі мен шығармашылығымен танысу. Сегодня мы ознакомимся с биографией и творчеством писателя Фаризы Оңғарсыновой. Сабақтың эпиграфы ретінде Мұқағали Мақатаевтың мына өлең жолдарын келтіруге болады. Фариза, Фаризажан, Фариза қыз, өмірде ақындардың бәрі жалғыз. Шыдай, ақыры жолығармыз, бірімізден біріміз арылармыз. Біздерді де жоқтайтын жан болса егер, шаң басқан архивтерден табылармыз. Фариза Оңғарсынованың өмірбаяны, биография. 1939 жылдың 5 желтоқсанында Гурьев, қазіргі Атырау облысы, Новобогат ауданына қарасты Манаш ауылында туған. 1961 жылы Гурьев мемлекеттік педагогикалық институтының тіл әдебиет факультетін бітіріп, Балықшы ауданының Еркін дала Октябрьдің 40 жылдығы атындағы қазақ мектебінде ұстаздық еткен. 1966-1968 жылдары Гурьев облыстық коммунистік еңбек газетінің партия тұрмысы бөлімінде әдеби қызметкер. 1968-1970 жылдары Республикалық Лениншіл жас газетінің Ақтөбе, Гурьев, Орал облыстары бойынша меншікті тілшісі қызметін атқарған. Байұлы тайпасы Адай руының Тәзіке атасынан шыққан. Фаризаның әкесі Оңғарсын Иманғалиев оқыған, елге қадірлі азамат болған. Қазіргі Атырау облысында алғаш балық шаруашылығын ұйымдастырған кісі. Ал анасы Халима Иманғалиева арабша хат танып, қазақ ауыз әдебиетін жақсы білген. Ақын қыз үйдің кенжесі, бауырлардың біразы жастай қайтыс болған. Әкесі жүрегі ауырып ерте көз жұмды, ал анасы 70 жылдары дүниеден өткен. Бала күнінен ақындық қасиетін көрсетіп, өзіне әсер еткен жағдайларға байланысты өлең шығаратын болған. 1970-1978 жылдары Республикалық Қазақстан пионері газетінің бас редакторы, 1978 жылы желтоқсаннан бастап Пионер журналының бас редакторы қызметін атқарған. Алғашқы өлеңдері баспасөз беттерінде 1958 жылдан бастап шыққан. Әр жылдары 20-дан астам өлең жинақтары, очерктері, таңдамалы шығармалары, біздің Кәмшат повесі, аудармалары, жазушы, жалын, Молодая гвардия баспаларынан жарық көрді. Орыс, туысқан республикалар ақындарының, Чили ақыны Неруданың жырларын, кейбір драмалық шығармаларды қазақ тіліне аударған. 1979 жылы жарық көрген Сенің махаббатың жинағындағы Сырласу немесе Ақын әйелдің анасымен диалогы атты поэмасы ақын творчествосының шындық шырқауы негізгі қағидасы. Шындық, қайсарлық, адамгершілік, махаббат, сенім сияқты философиялық категориялар Фариза Оңғарсынованың поэмасында нанымды, салмақты көрініс тапқан. 1984 жылы Үйім менің отаным, Маңғыстау монологтары, Революция және мен тағда басқа өлең топтамалары үшін Қазақ Кеңес социалистік республикалар
мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанды. Ленин комсомолы орталық комитетінің, Қазақ Кеңес Социалистік Республикаларының жоғарғы кеңесінің құрмет грамоталарымен, құрмет белгісі, парасат ордендерімен марапатталған. Республика мәдени ағарту ісіне еңбегі сіңген қызметкер. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты болған. Фариза Оңғарсынованың өлеңдерінің ішінде Сүйген сұлу, Ақбөбек жырлары, Қыз қуу, Қасансып өткен қасымда, Әйелге деген махаббат, Дүние сұлық, Сен мені түсінші, Айша бибі, Жоғалған махаббат, Ақ мамам, Достар, Өмір сен, тағы да басқа көптеген өлеңдерін кездестіруге болады. Бұл Фариза Оңғарсынованың жеке фото. Енді, құрметті студенттер, алған теориялық материалдар бойынша сіздерге келесі тапсырмаларды ұсынамын. Бірінші тапсырма Синквейн әдісі арқылы 5 жолды өлең жазыңыз. Яғни бірінші жол бұл тақырыптың атауы, зат есім. Бұл ретте сіздерге Фариза сөзі беріледі. Екінші жол тақырыпты сипаттайтын 2 сөз, яғни 2 сын есім. Үшінші жол қимылды білдіретін 3 сөз, 3 етістік. Төртінші жол тақырыпқа қатысты 4 сөзден тұратын сөйлем. Бесінші жол тақырыптың мәнін ашатын синоним сөз жазуларыңыз керек. Первое задание – составить 5-строчное стихотворение по методу Синквейн. Первая строка – это существительное, вам дано слово Фариза. Вторая строка – опишите человека с помощью 2 прилагательных. Третья строка – укажите 3 главных действия, используя глаголы. Четвертая строка – составьте предложение по данной теме. Пятая строка – найдите подходящий синоним. Екінші тапсырма поэзия сәті. Менің анам тақырыбына өлең шығарыңыз. Второе задание – минута поэзии. Составьте по схеме стихотворения, используя данные слова, стихотворение на тему «Моя мама». Вам даны слова «сыйлаймын», «уважаю», «тыңдаймын», «слушаю», «аламын», «получаю», «баламын», «ребенок». Үшінші тапсырма. Өлеңді мәнерлеп оқыңыз. Өлеңде не жайлы айтылған? Өлеңге талдау жасаңыз. Сіздерге Анажан деген өлең берілген. Өлеңді талдау үлгісі ол бірінші өлеңнің тақырыбы, екінші идеясы, үшінші авторы, төртінші шумақ саны, бесінші буын саны, алтыншы әдеби теориялық құралдар, яғни метафора, эпитет, аллитерация, ассонанс, тағы да басқаларын табуларыңыз қажет. Третье задание. Выразительно прочитайте стихотворение. О чем сказано в стихотворении? Сделайте анализ данному стихотворению по образцу. Образец у вас с правой стороны вам дано. Первое. Это вы должны тему стихотворения написать. Второе. Идея стихотворения. Третье. Автор. Четвертое. Количество куплетов. Пятое. Количество слогов в каждой строчке. Шестое. Литературные средства, то есть метафора, эпитет, аллитерацию, ассонанс при наличии вы должны найти. Анажан. Аялап көлдей,
Нұр шашып күндей, жанына мені балаған, көңілі көктем, мейірімін төккен, аяулым сенсің, ана жан. Асыл әнімсің, жазғы танымсың, өзіңмен нұрлы жолдарым. Тылсым жылдарда, қиын сындарда, тілегін менің қорғаным. Қайда жүрсем де, ойым бір сенде, сенімін болды тұмарым. Болсам деп бірге, сағынам күнде, жанана сенсің, жыр әнім. Төртінші тапсырма, сөз жұмбақтың шешімін табыңыз. Сұрақтары: Фаризаның анасы нені жақсы білген? Екінші, ақынның дүниеге келген жері. Үшінші, қай журналдың бас редакторы қызметін атқарады? Төртінші, қай халықтың ақынының жырларын көптеп аударған? Бесінші, өлеңдерінің бірі. Алтыншы сұрақ, қай рудан шыққан? Сіздерге кілт сөз ретінде Фариза сөзі берілген. Четвертое задание. Найдите решение кроссворда. Вопросы переведите самостоятельно и по данному теоретическому материалу найдите ответы. Вам дано ключевое слово «Фариза». Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. На этом наше сегодняшнее занятие подошло к концу. Спасибо всем за внимание.